Шырғалаң 5 бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Екеуміз бақытты едік. Таң атысымен ол киініп, тамақ сатып алуға кетті. Мен пәтерде күттім. Екеуміз бірге тамақтанып, қалаға қыдыруға кеттік. Ол жұмыс жасамайтын, бірақ үнемі қалтасында ақшасы болатын. Маған аяғыма етік, қолыма қолғап әперді. Маған қалың киініп жүр деп, мені еркелетіп қояды. Бір-бірімізге қатты бауыр баса бастадық. Ол менің қыз емес екенімді бетіме баспады. Күндер өте қатты қызғаншақ бола бастады. Сабақтан күтіп алады. Барлық қараған жігіттен қызғанып, телефон тексереді. Кейде сол үшін ұрсысып қала беретінді шығардық. Оқу бітіріп, мен басқа қалаға жұмысқа кететін болдым. Аға жеңгем жақсы жерге жұмысқа орналастырды. Расул сағынып, апта сайын такси жалдап келіп тұрды. Жұмысым өзіме ұнайтын. Жылы офис, жалақым өзіме жететін. Расул көрмесін, естімесін деп, кейін телефон алмай қоятынмын жолда жүргенде. Себебі көлікте еркектің даусы шықса, ұрсып тынатынбыз. Бірде таңда жолға шығатынымды ашып айттым. Ол менің жұмысымды түсінуін сұрадым. Бірақ ол шарт қойды. Мені не жұмысыңды таңда деді. Солай телефон қоя салды. Таң атып жолға дайындалдым. Сыртқа шықсам, телефон шырылдады. Компания жіберген, машина шығар деп алсам, Расул екен. Мен сенің артыңда тұрған ақ көлікте отырмын. Кел отыр, деді. Көлікке келсем, дос баласы екеуі. Мұнда таң атпастан не істеп жүрсің? Жолға қашан шықтыңдар? Деп сұрап жатырмын. Расул бұрынғыдай мені еркелетпеді де, бетімнен сәл сүйіп қойды. Сені алып кетуге келдім. Алып қашамын. Екеуміз жаңа өмір бастаймыз, немесе өз өміріңді сүре бер, деп қысқа қайырды. Іштей көз алдыма елестеттім. Онсыз қалай өмір сүремін? Менің жарамды жазған осы емес пе? Қалайша одан бас тартамын деп бәріне келістім. Оның көздерінен бақыт жайнап қуанып кетті. Жаным, келісесің бе? Менің жаным боласың ғой, ә? Білгем сенің менен бас тартпайтыныңды. Жұмысты қойшы, өзім асыраймын сені. Қалағаныңның бәрін өзім әперем, деп мені құшақтай берді. Жалғасы бар.